Баршаға сәлем, Шұқылай арнасында қарап отырсыздар сіздер бұл видеоны. Бүгін біздер ремонтқа келіп түскен телефон, ол мынандай Tecno деген телефон. Tecno ма? Яғни келген мәселесі енді ешқандай құлтанбаған телефон. Яғни телефонда номер салған, және телефонға номер салған соң, яғни Теле2 актив номері бар. Біздің Қазақстанда Теле2 актив. Теле2 номерді интернет қосайын десе, Теле2 номерден қосылмайды. Енді оны қалай дұрыстауға болады, сіздер осы видеодан қарап көріп жасап көрсеңіздер болады. Яғни мінекей сіздер телефон настройкасына кіресіздер. Мына жақтан да шығарсақ болады, настройка, сети интернет. Және бұл жерден сим карта дегенге басасыздар да. Және ол жерден біріншісіне мінекей Kcell, одан кейін Neo деп тұр. Neo KZ-ден бұрынғы осы Теле2-ға қазіргі Теле2. Және мына жерде қарасаңыздар настройкаларында голосовой вызов, сообщениеде Kcell, яғни актив тұр, актив номері, сотовый данныйда Neo KZ. Егер осы сізде Kcell деп тұрған болса, енді сіз Теле2-дан шығаруыңыз керек. Бір не екі. Сізде интернет қай неде, мегабайт. Теле2-да болатын болса, сіздер Neo KZ деген таңдап, және Neo KZ-ға қойып қоясыздар. Енді Теле2 номер немесе Neo KZ деп шығып тұрса. Енді ол стилінде біз сим картадан дұрыстап қойдық настройкаларын. Және одан кейін сет мобильный связи дегенге басасыздар. Және ол жерде қарасаңыздар сет мобильный связи, роуминг, тип сети 4G рекомендуется. Осындай. Ал енді бізге Neo керек, яғни Теле2. Теле2 дегенге Neo дегенге басамыз да, осы бетке өтіп, ол жерден тип сети дегенге сіздер мінекей қандай 4G, 2G, 3G мен қолданасыз болса оны қойып қоясыздар. 3G енді ол H+, 2G ол бізде E, E стап тұр деп айтамыз ғой. Соны енді сіздерге дұрысырақ енді осы 4G дегені қойып қойған дұрыс. Одан кейін жерде ең астына қарасаңыздар точка доступа дейді. Және бізде жоғарыда интернет қосылып тұр, өшірсек те интернет қосылмайды, істемейді мына жерде. 0 байт секунд деп тұр. Сіздерге көрініп тұрған шығар. Енді телефон бетінде мынандай сынып кеткен екен. Енді біз бұл жерде точка доступа дегенге кіріп көреміз де, және бұл жерде біз не көреміз? Мына жерде қарасаңыздар Neo WAP, Neo MMS деп тұр. Осы жерден біз жоғары оң жақта 3 нүктені басып, сброс настройка деп таңдап көреміз. Бәрібірде ол бізге Neo WAP деп шығып тұрады. Бізге бұл жерде астында WAP, Neo WAP деген керек емес. Neo WAP енді ол кезінде айтқанда кнопкалы телефондарға қолданатын едік. Nokia-лардың бұл айтқанда Express Music 2700 деген сияқты, 6303 дейсіздер, 8800 сияқты. Енді бұл жерде Neo WAP дегенде біз өзгертуіміз керек. Оны қалай өзгертеміз? Мына жерге біз плюс дегенге басамыз да. Имя деген жерге қалаған нелерін жазып қойсаңыздар болады. Мысалға теле деп қойсақ, окей. Одан кейін APN дегенге басасыздар да, ол жерге интернет. Ой. Бұл жерде көрінбейді екен. Қалай не алсақ болады? Бассақ. Мінекей. Интернет, мінекей. Интернет деп жазасыздар, мінекей. Интернет, одан кейін окей дейсіздер де, жоғары оң жақта 3 нүктеге басып, сохранить деген таңдаймыз, және теле интернет деген таңдаймыз. Осыған кнопканы қоямыз. Және қарасаңыздар, дереу бізде не жерде байқадыңыздар ғой, 4G деген дереу шыға қойды. Интернеттің настройкасы. Мінекей осындай телефондарын, егер сіздерде Samsung телефондар болса, мысалға алатын болсақ, мысалы A1s, мысалы енді кез келген Samsung болса, ода автоматты түрде қойып қояды ол. Сброс етіп істеп қоятын болсаңыз, жаңағы сброс ететін болсаңыз, жерде кез келген абоненттің, мысалы Теле2-ның, активтің, жерде интернет актив немесе Теле2 шығып тұрады. Амнада мынау енді Қытай телефондары ма, Tecno қай жақты екенді белгісіз, енді ол жағын біз зерттемедік. Сондықтан бұл жерде Neo WAP деп шығып тұрады. Соны сіздер интернет деп ауыстырасыздар. Одан кейін енді біз қарап көрейік кеңізде. Интернет шықты. Мегабайты бар ма екен? Мінекей интернет, мінекей Google Chrome'a кіре салайық. Google Chrome поисққа кеңіздер не деп жазамыз? Шұқылайық деп жазып көрейік. Шұқылайық. Енді біздің сайттың атын тауып береді ме екен? О, табады екен, мінекей Шұқылайық. Что если опа дейді. Мінекей біздің YouTube каналымыздың несі шығып тұр. Кез келген біреуіне бассақ, осылай қосылып кетеді екен. Мінекей. Сонымен достар, мінекей бізде интернет істеп тұр, көрдіңіздер. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса,
осы біздің видеомыз арқылы телефондардан интернет шыққан болса, бұл тек қана техноға емес, кез келген сіздерде сонда қытайша телефон болсын, солардың барлығына қолданып көріңіздер. Байда бақуатты болыңыздар, қазақ елі. Видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.